Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Enel компаниясының Energy диет өнімі. Оның құрамына тоқтаймыз, қай кезде қолданамыз және қай кезде оны қолданбаймыз. Және қалай қолданамыз. Бүгінгі біздің тақырып осы. Сонымен Energy диет бұл Enel компаниясының өнімі болып табылады. Өндірушілердің айтуы бойынша құрамында белок, май, минерал заттар, витаминдер бір қалыпты теңестірілген. Адамның тез арықтауына, жеңіл арықтауына және салмақ қосуына, керісінше сонымен бірге дұрыс тамақтанғысы келген адамдар үшін қолдануға болатын өнім болып табылады. Сонымен құрамына келіп тоқтайық. Құрамында бұл белок бар. Белоктар бізде білесіздер екі түрлі болады. Бұл жануарлар белогы дейді. Жануарлардан алатын, екіншісі мына өсімдік белогы. Өсімдіктерден алынатын белоктар. Организмде белоктың маңызы өте зор. Белок бізге кірпіш болып табылады. Адамның строительный материал ретінде қолданады адам оны. Бүкіл біздің денеміз, бұлшықетіміз, теріміз, шашымыз, тырнағымыз барлығы осы белоктардың түрлерінен тұрады. Сол белоктардың құрамында ең көп мөлшері осы өнімде бұл белок болып табылады. Екіншісі ненасыщенные жирные кислоты дейді. Бұл қанықпаған май қышқылдары. Қанықпаған май қышқылдар бұл да организмде энергия ретінде және строительный материал ретінде пайдаланады. Бұл жаңа шаш, тырнақ, тері, бұлшықет барлық клеткалардың сыртқы мембранасында осы майлардан тұрады. Ол бір жағдай. Екіншісіден мынау бізде гормондар бар. Сол гормондардың құрамына да соның пайда болуына ненасыщенные жирные кислоты керек. Сонымен қатар осыған витамин Е-ні қосқан. Витамин Е бұл біріншіден витамин молодости болып есептелінеді. Бұл антиоксидант. Бұл жаңа денедегі свободный радикалды блокировать етеді. Бұл бір жағдай. Екіншісі мынау витамин Е-ні қосқан себебі бұл консервант болып табылады. Жаңа ненасыщенные жирные кислоты бұзылып кетпес үшін витамин Е-ні сол үшін де қосады. Сондықтан бұл жерде оның екі қызметі бар. Сонымен қатар баяу және тез еритін қант. Баяу және тез еритін қант деген бұл организмде тез қолданылып кететін энергия ретінде. Одан кейін баяу ұзақ уақытқа дейін 12-24 сағатқа дейін адамның қанында жүретін, адамға тез еріп кетпейді, бірақ адамның денесіне энергия беріп отыратын осындай бір қанттың түрі бар. Ол қанттың ерекшелігі бұл адамның денесіне майдың жиналуына қатысы болмайды. Білесіздер, қалыпты жағдайда қант денеде көп болатын болса, қанда көп болатын болса, қандағы май организмде жиналып қалады. Бұл жерде бұл ұзақ әсер ететін қанттардың сондай бір ерекшелігі бар. Қалыпты жағдайда қанттан ол организмде майдың жиналуына ешқандай қатысы жоқ. Бұл ұзақ уақыт бойы адам денесіне энергия беріп тұру үшін бұл жерде қолданылған. Осы жағдай. Одан кейін ферменттер бар. Комплекс фермент бар құрамында. Не үшін керек? Біріншіден бұл жерде көп кейбір заттарды адамдар бірінші рет қабылдап жатқан болуы мүмкін. Сондықтан бөтен затты қабылдаған кезде адамның денесінде кішкене стрессовый ситуация болуы мүмкін. Сондықтан адамның кейде адамда диарея болуы мүмкін. Щоб сондай проблемалар болмас үшін және осы түскен заттар тез қорытылып адам денесіне сіңіп кету үшін ферменттерді қосылған. Содан кейін клетчатка бар. Клетчатка білесіздер, бұл екі түрлі қызмет атқарады. Біріншіден адамға тоқтық сезімін береді, ішекті толтырып. Екіншісі мынау ішектің жүруін жақсартады. Бұл жерде инулин деген зат бар. Содан кейін шайыр, анау өсімдік ағаштың денесінен шығатын слизь тас болып қатып қалатын сол шайыр. Сол шайырды қосқан. Бұл адам денесінде жаңа тоқтық сезімін беруге, одан кейін ішектің жұмысын жақсартып, денеден шлактарды шығару үшін қолданады. Сонымен бірге екінші 12 витамин, 11 минерал заттарды қосқан. Ол не үшін керек? Адам денесінде минерал заттар және витаминдер білесіздер өте қажет екен. Онсыз ешқандай адам денесінде химиялық реакциялар, процестер жүрмейді, сол үшін ол бізге қажет. Сонымен бірге ацерол. Ацерол бұл тропикалық өсімдік. Білесіздер, оның құрамында өте жоғары көп мөлшерде витамин С бар. Ол сол үшін қосылады, сондықтан бұның құрамында витамин С көп. Одан кейін королевское желе деген бар. Бұл жаңағы арыладан маточный арыдан алынатын сүт десе болады. Бұл аналық тамақ беретін сондай бір аралар бар. Сол аралардың сүті болады. Сол қосылады. Бұл сүтте өте көп мөлшерде витамин В тобы болады. Сондықтан минерал заттар бар, микроэлементтер бар, аминокислоты бар. Бұл өте адам денесіне негізі пайдалы сондай бір зат. Енді бұл өнімді қай кезде? Сонымен Energy диет өнімін қай кезде біз қолданамыз? Бұл біріншіден Enel компаниясының өндірушілерінің айтуы бойынша бұл адамның оңай және жеңіл салмақ тастау үшін қолданады. Бұл диетадағы адамдар үшін керек, артық салмағы бар адамдарға.
болмаса керісінше адам салмақ қоса алмай жүрген кезде осы өнімді қолданса болады. Сонымен қатар мынау дұрыс тамақтанғысы келетін адамдар үшін дұрыс тамақтану деген түсінік әр елде, әр жерде әртүрлі, әр адамда да әртүрлі болуы мүмкін. Өйткені ол тамақ жеу жаңағы мәдениетіне байланысты, адамның финансовый жағдайына байланысты, өскен ортасына байланысты, тағы осындай сияқты өте көптеген себептер бар. Дұрыс тамақтану үшін адам біріншіден оған кішкене уақыт керек, кішкене және мүмкіндік, финансовый мүмкіндік керек. Өйткені сбалансированный питаниені тамақты жасау үшін біріншіден біздің дастарханымызда өте көп мөлшерде өте көптеген жаңағы продукт, тамақ өнімдерінің әртүрлі болу керек. Бірақ енді оны шын айтқанда жасау кішкене қиындау. Ол біріншіден уақытқа да байланысты, екіншіден жаңа ақшаға да байланысты болуы мүмкін. Біз бір келкі тамақ жейміз, біздің тамағымызда ет, май көп болуы мүмкін. Бізде витаминдер, минерал заттар жетіспеуі мүмкін. Сондықтан осындай жағдайда дұрыс тамақтанам, дұрыс тамақ ішем деген адамдар үшін энерджи диет бұл таптамайтын өнім болып табылады деп ойлаймын. Бұның құрамында жаңа минерал заттар бар, витаминдер бар, клетчаткалар бар. Сондықтан дұрыс тамақтанғысы келетін адамдар үшін қолдануға болады. Бұл бір жағдай. Екіншіден спортсмендер мен ауыр жұмыс істейтін адамдар үшін. Спортсмендер білесіздер, бұл спортпен және ауыр жұмыс істеген кезде және спортпен айналысқан кезде адам денесіне көптеген энергия жоғалтады. Энергиямен қоса минерал заттар, витаминдер де кетіп қалады. Соны тез қалпына келтіру үшін осы өнімді қолдануға болады. Сонымен қатар асқазан ішек жол аурулары, болмаса анемиямен ауыратын адамдарға бұл өнімді қолдануға болады деп ойлаймын. Асқазан ішек жол ауруларында білесіздер, адам көп тамақ жемейді. Екіншіден тамақ ішкен кезде де осы ауруға байланысты ол адам денесіне сіңбеуі мүмкін. Қан аздығы ол түсінікті нәрсе, бұл биологтың, болмаса бір витаминнің, болмаса бір адамның денесіне темірдің жетіспеушілігіне байланысты адам болмаса бір созылмалы аурулармен ауруы мүмкін. Және жиі ауыратын адамдар, осы категорияда адамдар осы энерджи диеті өнімін қолданса болады. Біріншіден бұл жаңағы дұрыс тамақтанғысы келетін адамдар, екіншіден дұрыс тамақтану керек адамдар, солар үшін деп екіге бөлсек болады. Сондықтан осы өнімді қолданып көрсеңіздер болады. Сонымен қалай дайындалынады? Бұл 200 мл жылы сүтке 1,5% 30 грамм осы өзінің мерной ложкасымен қосамыз, жақсылап араластырамыз, күніне бір рет таңертең қолдануға болады. Сұрақтарыңыз болса тыңдаңыздар, айтыңыздар, сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет, лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Қош сау болыңыздар.